Үшінші тарау. Мен кіммін? Басқалардың ойына тәуелдімін. Оқырман хаты. Айман, Алматы қаласы, 25 жас. Соңғы кезде айналамдағы адамдардың бәрінен алыстап бара жатырмын. Басқалардың минустарын ғана көре беремін. Білмеймін. Бір құрбымның пайдакүнемдігі бетіне шығып тұрады. Сыныптастарымның интригаға толы қарым-қатынастары ұнамайды. Тағы бір ортамен теріс әрекеттері, яғни ішу, шегу көп болғаны үшін араласпай кеттім. Жалпы, адамдардың өтірік айтқанын, жағымпазданып тұрғанын байқап қоя беремін. Негізі барлық адам жаман болуы мүмкін емес қой. Демек, әңгіме менде сияқты. Өзім жалпақ тілмен айтқанда жұрттың қызымын. Қоғамның шкаласымен есептегенде идеал деген баға алатын шығармын. Сондықтан кейде өзімнен тек жақсы болуды талап ететінімнен қоймай, басқа адамдардың да жақсы болуын міндеттейтін секілдімін. Бұл қылықтарымның кесірі өзіме ғана тиіп жатыр, бірақ миымды өшіре алмаймын. Адамдарды, тіпті өзімді де қалай бар, солай қабылдау маған қиынға соғады. Бұл іштегі арпалысымнан шаршап та кеттім. Не істесем болады? Білесіз бе, басқа адам бізге қай кезде ұнамай қалады. Сіздің күткеніңіздей болмай қалғанда, ол адамнан көңіліңіз қала бастайды. Біз басқаларды өзімізге ұқсамағаны үшін жақтырмай қаламыз. Сіздің ойыңыздағыдай болмай қалса, бітті. Автоматты түрде жүйкеңізге тиіп, көңіл күйіңіз түседі. Ол адам сіз қалағандай болмағаны үшін, сіздің ойыңыздағы образға сәйкес келмей, қалғаны үшін кінәлі болып шыға келеді. Өкінішке қарай, біраз адам өзіне де, өзгеге де шарт қоюмен өмір сүреді. Ал бұл бағдарламаның адамдары не дейді? Басқалардың қатесін бірден байқаймын. Қателікті көтере алмаймын. Адамдардың көбі жалқау. Бәрін дұрыс істейтін адамды көрген емеспін. Оның не істеу керек екенін мен жақсы білемін. Мен жайдан жай сын айтпаймын ғой. Адамдар менің айтқанымды істесе ұтылмайтын еді. Ол бұлай жасамауы керек еді. Қазақтың қызы емессің бе? Сен көп жұмыс істеп, көп ақша табуың керек. Әйел адам үй шаруасымен айналысып, үйде отыруы керек. Әрине, шарттың түр-түрін шексіз тізе беруге болады. Оның барлығының шешімі бір философияға келіп тіреледі. Адамдар ақмақ болғысы келсе, оған рұқсат беріңіз. Яғни, мен өзіммен жұмыс істеймін, ол өз өмірімен өзі айналыссын. Дәл осы позиция сіздің де, менің де өмірімді әлде қайда жеңілдетеді. Құрметті оқырман, біз өзімізге һәм өзгелерге шарт қою арқылы мына өмірді қиындатып жүрміз. Әрине, шарт қоюдың да дұрыс тұстары бар. Егер екі жақты келісілген болса, еш зияны жоқ. Мысалы, күйеуі мен әйелі отбасын құрған кезде, әйел адам үйде бала тәрбиесімен отырғаны дұрыс деген келісімге келген шығар. Бұл жерде шарт жоқ, келісім бар. Сәйкесінше бір-бірінен күтіп, көндіріп, ренжісіп жүрмейді. Яғни бір түсініспеушіліктің алдын алады. Осы секілді отау құрар кезде екі жас ата-анадан бөлек не бірге тұратынын келісіп алуы керек. Егер екеуі қара шаңырақта тұруға келіскен болса, алдын ала бұл шартқа қыз да дайын болып барады. Сыйламаған соң кешігіп келді деген сарында тұжырым шығарып алатын адамдар да бар. Негізі ешкім әдейі кешікпейді. Кешігуге басқа да көптеген жағдайлар себеп болуы мүмкін. Бұндай бағдарламасы бар адамдар басқалардың қателескенін де тым ауыр қабылдайды. Дегенмен кез келген адам қателесе алады. Барлық адамның қателесуге құқығы бар. Әрі ешкім әдейі қателеспейтіні анық. Адамдарды сынайтын, оларға қалай өмір сүру керектігі туралы нұсқау беретін, жұрт алдында басқаларды кінәлі қылып көрсеткеннен рахаттанатын адамдарда да осы бағдарлама бар. Жетістік ауыр еңбектің нәтижесінде ғана келеді. Тегін нәрсе болмайды. Жалқаулар ғана демалады. Бір орында тұрсаң, біттің. Қателессең, жазасын алуың керек. Бір қызығы, шарт қоюға шебер адамдардың санасындағы шектеулер өздерінің де жолын жабады. Одан бөлек, шарт қою арқылы адамдар
балаларының да санасына осыны сіңіріп тастайды. Әрине, ешкім перзентіне жамандық тілемейді. Дегенмен өзінен мұра қылып баланың санасына кішкентай кезінен осы бағдарламаны құяды. Айттым ғой саған, өзіңе де сол керек. Сен үмітімізді ақтап, грантқа түсуің керек. Қашан дұрыс адам боласың? Деген секілді астарында шарты бар сөйлемдердің бәрі кейінде баланың басында жаңғырып тұрады. Ал бұл бағдарламаның адамға қандай қаупі бар? Бірінші, инструктор режимінде өмір сүреді. Айналасына өзіне көнетін адамдарды жинап алады. Не болмаса, тура өзі секілді инструктор адамды өміріне тартады. Екінші, өзін өзі бағалауы, самооценка төмен болады. Үшінші, өз қателіктерін ауыр қабылдайды. Әр қателігіне қайғырып, өзін кері тарта береді. Төртінші, өмірінде тосын сыйға, ғажайыптарға, аяқ асты қабылданатын шешімдерге орын жоқ. Бесінші, жеке шекараларын қорғай алатын адамдар бұл бағдарламасы бар жандарымен араласпайды. Шын мәнінде ешкім біреудің шартымен, инструкциясымен өмір сүруге міндетті емес. Мен біреуге шарт қойсам, демек, менің эгом ол адамнан жоғары болып тұр. Артында мен сенен күштірекпін деген мән жатыр. Бұлай алып қарағанда адамның бәрі бірдей. Сіз біреуді қабылдай алмай, сізге ұнамай жүрсе, ойланыңыз. Адам ретінде астамшылық қылып кеткен жоқсыз ба? Жоғарыда хат жазған оқырманыма да осыны айтамын. Ешкім сізден күшті емес, сіз ешкімнен артық емессіз. Шарт қою адамның эгосы басым екенін, бойында тәкаппарлық бар екенін көрсетеді. Бірде ұстазыммен қызық диалог болды. Мен қателесуден қорқамын. Бір нәрсені дұрыс істемей қалып, ұятты болғым келмейді. Өзімнің абыройымды жоғалтып алудан қорқамын. Егер адамның абыройы болса, оны жоғалтып алуы әбден мүмкін. Біз қолымызда бар дүниені ғана жоғалтамыз. Ислам дінінде де тура осындай философия бар. Нөл емес, нөлден төмен бол. Яғни мен бармын, бірақ менікі дегенімнің еш қайсысы маған тиесілі емес. Өз ішіңде осының бәріне жауап бар. Сырттан ішке қарай емес, керісінше, іштен сыртқа қарай әрекет ет. Сен не сезініп тұрсың? Ішіңнен қандай эмоцияларды шығарып жатырсың? Адамның ожданы өтірік айтпайды. Біздің ішкі әлеміміз күнә жасауға бейімделмеген. Ішкі әлеміңізбен жақсы болсаңыз, сыртқы әлемге шарт қоя алмайсыз. Мысалы, бір адам кешігіп келсе, ешқандай ашу-ызасыз қабылдайсыз. Мен аса мықты адамның әйелі болдым. Ол жоқ дегенді жиі айтатын. Уақытын, назарын, ресурсын, энергиясын алатын адамдар мен істерге үнемі жоқ дейтін. Сондықтан ол өз мақсаттарынан нақты фокус қоя алды. Оның әр жоқ деген сөзінің артында өзінің арман мақсаттарына иә деген жауабы тұрған еді. Джастин Маск, Илон Масктың бұрынғы әйелі. Адамдарды ренжітіп алудан қорқамын. Оқырман хаты. Жазира, 33 жас. Тұрмыстамын, 3 балам бар. 3 баламызды да, 3 жұртымызда да қатар алып жүрген үлгілі отбасымыз. Күйеуім екеумізге ортақ кәсібіміз де бар. Ата-енемнің де, өз ата-анамның батасын алған бақытты жанмын. Екі жақтың да үйлерін салып, қайнатама көлік те мінгіздік. Шүкір. Күйеуім екеуміз де үйдің үлкені болғандықтан, артымыздан ерген бауырларымыздың алдын үйлі жайлы қылдық. Кішкентайлары университетте оқып жатыр. Жолдасымның мінезі жайлы, жақсы азамат. Сырттан қарағанда адам қызығатындай жұппыз. Бірақ соңғы кездері екеуміздің арамызда конфликт көбейіп кетті. Үшіншімді босанған соң шаршап жүрмін бе, депрессияға түстім бе? Әйтеуір ешкімді көргім келмейді. Кәсіпті күйеуім жүргізіп жүр. Туыстардың той-томалағына өзімді қинап әрең барамын. Енем де жиі хабарын алмайтыныма ренжіп, өкпесін айтып жүр. Әйтеуір шаршаумын. Ештеңеге құлқым жоқ. Күндерім бос өтіп жатқанына 1 жылдан да асып кетті. Осылай жалғаса берсе,
арты қалай болар екен деп уайымдаймын. Өзімді жоғалтып алған сияқтымын. Бұл жүрісіме ұяламын. Қаншама арман мақсаттарым күтіп тұр. Еңсемді қалай көтерсем болады? Осы жылы үлкен балам мектепке барады. Қайын сіңлімді ұзатайын деп жатырмыз. Бизнеске де қайта кірісіп, күйеуімнің бір жағына болысуым керек. Басқа адамдардың эмоционалды жағдайына жауапкершілік алуды еріп кету бағдарламасы деп айтамыз. Бұндай бағдарламасы бар адамдар не дейді? Адамдар мен туралы міндетті түрде жақсы ойлау керек. Басқаларды ренжітіп алудан қорқамын. Жақындарымның өмірі мен үшін өте маңызды. Ол бақытты болса, мен де бақыттымын. Жақын адамымның қалауы менікінен де маңыздырақ. Мен онсыз өмірімді елестете алмаймын. Маған айтылған өтінішті орындамасам, өзімді кінәлі сезінемін. Өз қалауыммен айналыссам, іштей өзімді жазғырып жүремін. Осы бағдарламамен өмір сүретін жандар басқа адамдарсыз өзін толыққанды тұлға сезінбейді. Қазіргі таңда психология саласы осы жағын қатты қолға алып жатыр. Негізі адам алдымен өз-өзіне жеткілікті болуы керек, ал оның айналасындағы басқа адамдар оған берілген әдемі бір бонус. Бір күні жалғыз өзі-ақ жүгіре беретін марафоншы мен журналист сұхбаттасыпты. Әңгіме арасында журналист марафоншыға қызық сұрақ қояды. Бір өзіңіз жүгіріп, ішіңіз пыспай ма? Ал сіз өзіңізді жақсы адамын деп санайсыз ба? Әрине, сіз ше? Мен де өзімді жақсы адамын деп ойлаймын. Қалай жақсы адаммен жүгірген кезде ішің пысуы мүмкін? Мен өзім жүгіріп жүрмін, өзімде өзім бармын. Расында алдымен адам өз-өзіне жеткілікті болуы керек. Еріп кету бағдарламасы бар адамдар жеке өзіне уақыт жұмсағаны үшін өзін кінәлі сезінеді. Ол үшін бүкіл әлем ата-ана, отбасы, балалары және әріптестерінен тұруы мүмкін. Көбіне басқалар не ойлайды деген уайыммен әуре болады да жүреді. Шын мәнінде мен басқа адамның мен туралы не ойлайтынына әсер ете алмаймын. Сонымен қатар, бұл бағдарламаның адамдары жақын адаммен айна позициясында болады. Яғни, ауырып қалса бірге ауырады, бірге уайымға беріліп, бірге арықтап, бірге қуанып өмір сүреді. Оқырманның хатынан оның айналасындағының бәрі риза, тек өзі бақытты емес екенін аңғаруға болады. Ол басқалар бақытты болса, мен де бақыттымын деген оймен өмір сүріп жүр. Дегенмен заңдылық керісінше жұмыс істейді. Сен бақытты болсаң, айналаңдағы адамдар да бақытты. Адам өмірінің 70% қалаудан тұруы керек. Сіз әр әрекетіңізді істеу керек болғаны үшін ғана емес, шынайы қалаумен жасаңыз. Алдымен аз-аздан өміріңізге өзіңіз қалайтын істерді, қуаныш сыйлайтын әрекеттерді қосыңыз. Өз қалауларыңыз болмауы, қалауларыңызды танымауыңыз сізде еріп кету бағдарламасы бар екенін көрсетеді. Басқа адамдар туралы ойлаған дұрыс. Дегенмен басқаларды өзіңізден кейін ғана ойлаңыз. Жоқ деп айта алмайтын адамдар көп. Басқаларға жоқ дей алмасаңыз да, өзіңізге жоқ деуді тоқтатыңызшы. Алдымен өзімізді риза етейік. Ата-ана, отбасы, жар, достар мен әріптестер деген тізімді өзіңізден кейін-ақ жалғастырсаңыз болады. Себебі басқаларды бірінші ойлау, кейін өзіңе деген ренішке, өкпеге алып келеді. Адам іштей өзін бос қаңылтыр сезінетін болады. Себебі біз пендеміз ғой, мен оны ойласам, ол да мені ойлайды деген үміт болады. Өзі еркіндігін беріп, серігінен де соны талап етеді. Еріп кету бағдарламасы бар адам жұмсақ, мойынсұнғыш болып келеді. Өзінің принциптеріне қарсы шығып, өзіне сатқындық жасайды. Басқалардың мәселесін шешіп бергіш болады. Одан кейін біреу қайғырса бірге қайғырады. Негізі қайғыға ортақтасу керек, дегенмен шеттен шықпаған дұрыс. Мысалы, жұмыста бастығы ашуланып жүрсе, өзі көңілді жүруге ыңғайсызданады. Шын мәнінде адам ешкімнің эмоциясына тәуелді болмауы керек.
Өзіңізден осы бағдарламаның белгілерін байқаған болсаңыз, өзіңізді тануға назар аударыңыз. Жеке қасиеттеріңізді, реакцияларыңызды, армандарыңызды, принциптеріңізді жазыңыз. Өзіңізге арналған ұзақ мерзімді жоспар құрыңыз. Бағдарламаның қандай да бір көрінісі қылаң берген бойда өзіңіздің реакцияңыз бен әрекеттеріңізді бақылаңыз. Бұл бағдарламаны түбімен жою қиын. Дегенмен фокусты өзіңізге қойыңыз. Ішкі сезімдеріңізбен жұмыс істеңіз. Міне, өз өміріңе жауапкершілік алу деген ұғым осы өз сезімдеріңді тану, эмоцияларыңды басқарудан басталады. Қолымнан түк келмейді. Оқырман хаты. Нұрбек, 23 жас. Адамды артқа сүйрейтін бағдарламаның бірі сәтсіздіктен қорқу. Бұл бағдарламаның негізі балалық шақтан бастау алады. Ата-анасының тарапынан тек критика естіген болуы мүмкін. Үнемі оны басқалармен салыстыратын ата-аналардың балалары өсе келе қателесуден қорқады. Олардың тарапынан қойылған биік стандарттар баланың болмысын ерте жастан қажытып жіберуі мүмкін. Сыныбында барлық бағыттар бойынша соңғы болған баланың да санасында осы бағдарлама жазылып қалады. Менің қолымнан түк келмейді деген сеніммен өскен бала өмір бойы өзінің жолы болмайтындығына дәлел іздеп өтеді. Сәтсіздіктен қорқатын адамның басты реакциясы қашу. Бүкіл өсетін, дамитын жақсы мүмкіндіктерден қаша береді. Прогрестен қорқады, себебі іштей өзіне сенбейді. Осындай бағдарламасы бар адамдар көбіне не айтады? Білімді емеспін, жеткілікті тәжірибем жоқ, жетістікке жете алмаймын, мен сабақты төмен оқығамын. Әріптестеріммен салыстырғанда нашарлау маманмын. Адамдар менің ақылды емес екенімді көріп қоюым мүмкін. Ауыз толтырып айтар талантым жоқ. Осы жасқа келіп, айтарлықтай жетістігім жоқ. Сол үшін ұяламын. Шын мәнінде кез келген адамның жетістіктері бар. Тек өзі оларды көрмейді, байқамайды. Басқасын былай қойғанда, ұрықтану процесінде миллиондаған сперматозоидтардан алдыға шығып, осы өмірге келудің өзі жеңіс емес пе? Әр адам индивид. Басқа адамның өмір кітабының 70 беті мен өз өмір кітабымыздың бір бетін де салыстыра алмаймыз. Бұл бағдарламасы бар адам сәл қиындыққа беріле салуға дайын тұрады. Өз мүмкіндіктерін байқамайды. Көбіне негативке назар аударады, ренжігіш болып келеді. Өзіне сенімсіз, сондықтан да бәрібір қолынан келмейді деген сылтау айтады. Бұл сылтауы бара-бара әдетке айналады. Ізденіп, дамып, тәуекел етудің орнына өз жолын өзі жаба береді. Одан да биікке лайық екенін біле тұра азға қанағат етеді. Тәуекелге бармаған адам мансап жолында да өзін шектейді. Ең ауыры сәтсіздіктен қорқып, ешқашан бойындағы потенциалын ашпай, қабілетін танымай, мына өмірден өтіп кетуі мүмкін. Өзіңіз ойлаңызшы, қорқынышын жеңе алмай қаншама адам өмірден өтіп кетті. Толыққанды бақытты бола алмай, мүмкіндіктерін қолдана алмай, өмірін өткізіп алды. Бүкіл ғұмырды бір қорқыныштың тұсаулап тұрғанын-ай. Сәтсіздіктен қорықпаса, бұл әлемде өзін тапқан адамдардың қатары әлде қайда көп болар еді. Небір мықты ғалымдар, жазушылар, өнер иелері, дәрігерлер, саясаткерлер, кәсіпкерлер сәтсіздіктен қорқатындардың ішінде тынып, жерленіп кетті-ау. Құрметті оқырман, сіздің де ішіңізде мықты потенциал бар екені анық. Сіздің де өзіңізге тән қабілеттеріңіз бар. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз деген Абай атамыздың сөзі осы тұста дәл келіп тұр. Өз мүмкіндіктеріңіздің жолын жаппаңыз. Ішіңізде тынып, тығылып жатқан қарым қабілеттеріңіздің оянуына, жарыққа шығуына мүмкіндік беріңіз. Қорқыныштарыңыздың артында сіздің қуанышыңыз, бақытыңыз жатыр. Сондықтан қорқыныштарыңызға қарсы жүріңіз. Тым құрғанда істемей өкінгенше, істеп өкінсеңізші.
Кім нені іздесе, соны табады. Кім нені қаласа, соған қол жеткізеді. Әрине, ешкім мінсіз емес. Егер сіз де осы бағдарламаның зардабын тартып жүрген болсаңыз, қамықпаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Әрі өзімен жұмыс істеген адам бұл бағдарламаның әсерінен арыла алады. Ең алдымен мидағы шектеулер мен қорқыныштар қылаң бергенде оған ерік бермеуді үйреніңіз. Сол ойды ұстап алыңыз да қайдан келіп тұрғанын, мәні мен маңызын қараңыз. Шынымен солай ма? Мысалы, бастығыңызға барып, айлығыңызды көтеруін сұрағыңыз келді делік. Онсыз да компанияның жағдайы жақсы емес. Мен қалай сұрасам да бәрібір осыдан артық ақша төлемейді. Өзіме ұрсып беретін шығар деген ой келіп, іштей өзіңізге өзіңіз жауап беріп, бетіңізді қайтарып тастайсыз. Осындай ойлармен алдын ала бастығыңыз үшін шешім қабылдап қоясыз. Негізі, шынымен солай ма? Сіз барып, сұрап көрмейінше, бұл сұрағыңыздың нақты жауабын ала алмайсыз. Оқиға нәтижесінің шындығына жете алмайсыз. Мен кіммін? Оқырман хаты, Нұрила, 22 жас. Азамат мырза, өзімді таба алмай жүрмін. Жалпы мен кіммін? Бұл өмірге не үшін келдім? Осы сынды сұрақтар жиі мазалайды. Өзімізді тану, табу, өз рөлімізде болу үшін не істеу керек? Мен кіммін? Өте қызық сұрақ. Шынайы өзімді таба алсам, сол мен. Ал мен қай кезде шынайы болдым? Әрине, бала кезінде тап-таза пәк едім. Ол кездерде менің бойым қызығушылыққа, еркіндікке, шартсыз махаббатқа, позитивке толы болды. Мына әлемді, адамдарды қалай бар солай қабылдайтынмын. Уақыт өтіп, есейе келе, мен белгілі бір маскаларды кие бастадым. Себебі барлық жерде шынайы болатын мүмкіндік жоқ еді. Үлкен өмірде бастығым ұнамаса, оған барып, сіз маған ұнамайсыз, нағыз ақмақсыз, адам емес екенсіз, деген сөздермен эмоциямды ашық білдіріп, ішімдегінің бәрін айтып тастай алмаймын ғой. Есейе келе, қоғамда өмір сүру үшін масканың түр-түрі жабыса берді. Осылайша уақыт өте келе, шынайылықтан алшақтадым. Өмірдің мәні өмір бойы өзіңді іздеу. Ал өзіңді іздеу деген мен үшін болмысымдағы артық қабаттарды алып тастауды білдіреді. Қоғамның басқа да түрлі факторлардың әсерінен біз көптеген қабаттарды жабыстырып алдық. Сондықтан да ғұмырымның соңына дейін мен осы қабықтарды ашып, бойымнан алып тастаумен айналысамын. Әр қабатты алған сайын шынайы өзімнің болмысыма жақындай түсемін. Арамызда өзін өзі бағалау шкаласы төмендігінің зардабын тартып жүргендер көп. Негізі бұл термин бізге мотивация болу үшін қолданылуы керек. Мысалы, менің физикалық жағдайым 7 деген деңгейде тұруы мүмкін. Өйткені белсенділігім азайған, аздап артық салмақ жинап алғанмын. Көп жүрмеймін, қимылдамаймын, спортпен тұрақты шұғылданбаймын. Ал теннис ойыны үшін 5 деген шкалада тұрмын делік. Өз-өзімді бағалау көрсеткіші өзгере алады. Өзіме шабыт беріп, физикалық жағдайымды 9 деген бағаға көтере аламын. Мотивация алып, тұрақты шұғылдансам, теннис ойынынан да аз уақытта 6 деген көрсеткішке жетемін. Ал дұрыс көңіл бөлмесем, алдағы уақытта төменге қарай түсіп кетуі де мүмкін. Яғни көрсеткіш ойнап тұрады. Өз-өзімді бағалауым жағдайға байланысты өзгеріп, әр түрлі болуы мүмкін. Дегенмен менің құндылығым ешқашан өзгермейді. Ол әрдайым 10 деген ең жоғарғы баға алады. Мен адам болып жаратылғаным үшін автоматты түрде 10-10 балл алып қойғанмын. Ол көрсеткіш сол күйі қалады. Себебі мен қайталанбайтын дара тұлғамын. Тіпті саусақ іздеріме дейін қайталанбайды. Менімен салыстыратын нұсқа жоқ. Яғни өз құндылығым әрдайым шкаланың ең жоғарғы нүктесінде болады. Сондықтан өзімізді төмен санауға, бақытты болуға жеткіліксіз, жақсы адам болуға лайықсыз
деп санауға мүлде болмайды. Адам баласы ең алдымен өз құндылығын түсінуі керек. Әр адам өз рөлінде болса, қарым-қатынастағы мәселелер де азаяр еді. Жалпы адам ретінде біз алдымен қай жерде қандай рөл атқаратынымызды түсініп, соған лайық образда болуымыз керек. Әр рөлдің өз міндеттері болады. Адам өз рөлін шатастырып алған кезде психикасына қарсы шығады. Маған жеке талдауға келген клиенттердің көбінде осы мәселе бар. Күйеуі әйеліне ұстаз, наставник, әке болып кетіп жатады. Негізі біздің санамызда ұстаз бен шәкірттің арасында белгілі бір шекара, ерекше сыйластық болады. Сондай-ақ әке мен қыздың қарым-қатынасы да мүлде бөлек деңгейде. Ал әйеліне дос, наставник, әкесі болып рөлдерді шатастырған кезде екі адамның арасы ақырын суи бастайды. Себебі психикаға қарсы шығып, ми түсінбейтін процесс болып жатыр. Сәйкесінше әйел адамда күйеуіне ана болып кетпеуі керек. Онсыз да қиналып жүр деген сынды ойлармен жолдасын түсініп, ситуациясына кіріп, анасы секілді шектен тыс қамқорлық жасап кетуіне болмайды. Әрине, әйел адам үйде жылулық атмосферасын жасайтын бірден-бір адам. Дегенмен ол өз рөлінде болуы керек. Мен әр есікке кірер алдын өзіме, мен кімнің рөліндемін деген сұрақты қоямын. Сабақ өтуге, тренингке, спикер болып барғанда мен коуч рөлінде кіремін. Яғни өз рөліме сай образда боламын. Сол адамдардың ортаның алдындағы өз міндетімді атқарамын. Артық әзілдеп, күліп, сырымды айтып, бос әңгіме өрбітпеймін. Тақырыпқа сай білім беремін. Ал достарымның жанында мен еркінмін. Ол жерге барып ойнай аламын, ішіндегі сырлармен бөлісе аламын. Өзімді еркін форматта ұстаймын. Бірақ достарымның қасына барып, коуч деген рөлімнен шыға алмай, ақыл айтып отырмаймын. Ата-анама баламын, жұмыста бастық болсам да үйге кірерде міндетті түрде ол рөлдегі образынан шығамын. Адам өмірдің әр саласында өз рөлін атқарған кезде көп дүние жеңіл бола түседі. Оған қалай өмір сүру керектігі, миссиясы түсінікті бола бастайды. Мен манипулятормын ба? Оқырман хаты, Арайлым 19 жас. Қазір манипулятор деген сөзді көп естіп жүрміз ғой. Бірақ оның көрінісі қандай болатынын біле бермейміз. Маған бір жігіт, сен таза манипулятор екенсің ғой, деген кезде өзімде ойланып қалдым. Шынымен де сондай жаман адаммын ба? Деген ой болды. Өзім бір түрлі болып қалдым. Негізі манипулятор адамды қалай танимыз? Манипулятор жаман адам емес. Ол өзгелерді басқара алады. Мен манипуляция жасағым келсе, қасымдағы адамды ұялта алуым керек. Адам өзін кінәлі сезінсе, мен оған қалағанымды істете аламын. Хат иесінде де осындай жағдай орын алған болуы мүмкін. Сұхбаттасқан адамы оның көңіліне сен манипуляторсың деген тікелей күдік салып қойды. Егер оған иланып, өзін кінәлі сезінсе, кейін сол адамның қас-қабағына қарап тұратын болады. Мен туралы жаман ойлап қалмасын деген оймен айтқанына көніп, ұнамаса да қалауын орындап жүруі мүмкін. Яғни кінәлі сезіндіру арқылы автоматты түрде бұл қызды басқарып тұрады. Бір досыңыз хабарласып, ренжіп жатыр делік. Бір хабарласып жағдайымды сұрап қоймайсың дегенде өкпемен назын білдіріп жатыр. Бізде сол жұмыс қой. Соңғы кезде бос уақыт болмай жүр дегендей жауаппен сіз де ақтала бастадыңыз. Болды. Сіз осы жерде кінәлі екеніңізді мойындап қойдыңыз. Ал манипуляцияның арбауына ермеу үшін сіз де қарымтасын қайтарып, дұрыс жауап беріңіз. Мен ғана іздеуім керек пе? Сен де досымсың ғой. Неге хабарласпадың? Деген қарсы сұрақ қойсаңыз, ешқандай әбестігі жоқ. Кінәлі емес жерде кешірім сұрамауды үйреніңіз. Мысалы, кездесуге кешігіп келдіңіз. Бақандай жарты сағатқа кешіктің ғой. Не деген адамсыз? Деп сізді ұялтқан адамның алдында өзіңізді кінәлі сезініп қалдыңыз. Ақталып кешірім сұрап әлексіз. Бұл тұста сізге ол адам
қалағанын істете алады. Егер келіссөз жасасаңыздар, 100% сол кісінің пайдасына шешілу мүмкіндігі жоғары. Кездесуге кім шақырды? Осы фактіге назар аудара біліңіз. Егер сізді кездесуге шақырып, сіз кешігіп барып қалсаңыз, ол жерде кешірім сұрамайсыз. Күткеніңізге рахмет деген сарында диалогты бастауға болады. Ал ол кісіні сіз шақырған болсаңыз, кешігуге әсер еткен жағдайды түсіндіресіз. Ақталмайсыз, ең бастысы өзіңізді кінәлі сезінбеуіңіз керек. Негізі манипуляторлар салыстырмалы түрде көбірек табыс табады екен. Кез келген жерде манипуляцияға ұшырамау үшін ұялып, қысылып, өзіңізді кінәлі сезініп қалудан аулақ болыңыз. Сонымен қатар тағы бір амал бар. Тоқтамай сөйлеп, манипуляция жасап жатқан адамның көзіне 10-15 секундтай қарап тұрыңыз. Үндемейсіз, тек жанарына көз алмай қарайсыз. Сонда ол адам өздігінен манипуляциясын тоқтатады. Жалпы манипуляцияны қарапайым түрде осылай ажыратуға болады. Оған төтеп берудің де еш қиындығы жоқ. Біз адамдарды жақсы не жаман деп бөле алмаймыз. Адамның бойындағы қасиеттерін 100% деп алар болсақ, сізге соның 2% ғана ұнамауы мүмкін. Мысалы, досыңыздың темекі шегетіні және үнемі кешігіп жүретіні сізге ұнамайды. Бұл жерде ол жаман адам емес. Оның сізге ұнамайтын әдеттері ғана бар. Яғни адамды әдетінен бөліп алыңыз. 98% адал, мықты, білімді, тәрбиелі деген секілді жақсы қасиеттерін сізге ұнамайтын 2% жуып кетпеуі керек. Жаман адам жоқ, жаман әдеттері ғана бар. Қыздың жақсы жігітке шығуы, жігіттің жақсы жар таңдап алуы жеңіспен пара-пар. Алдымен жеңіске жету қымбат, ал жеткен жеңісті баянды ету одан да қымбат. Әзілхан Нұршайықов. Тұрмысқа шыққым келеді. Оқырман хаты Жұлдыз, 26 жас. Осы уақытқа дейін тұрмысқа шығу деген дүние мені алаңдатқан жоқ. Әйтеуір, бір күні өзім қалаған жігітпен бас қосып, отбасылы болатыныма сенімді едім. Бірақ армандау, ойлау, таңдау, іздеу, қарау деген ойыма да кіріп шықпапты. Бар ойым білім алу, даму, жұмыс істеу, табыс табу болатын. Шүкір, бүгінде өзім қалаған дүниелердің бәріне қол жеткіздім. Оқуымды қызыл дипломмен аяқтап, түрлі мекемелерде жұмыс істеп, тәжірибе жинадым. Одан кейін маркетинг, онлайн, кәсіп әлеміне кірдім. Аянбай жұмыс істеп, аяққа тұрып келемін. Табысым да артты. Жеке көлік алдым. Үйімнің кілтін алатын күнде алыс емес. Өзім де саяхаттап, отбасымды қыдыртып, ата-анама көмектесіп тұрамын. Жұрттың қызы деген мен болып тұрмын. Үнемі бір кем дүние іздеп жүретін пендеміз ғой. Елдің той қашан деген сұрағына кәдімгідей ойланатын болдым. Қатарластарымның алды 2-3 балалы болып жатыр. Құрбыларым соңғы 3-4 жылда бірінен кейін бірі теңін тауып тұрмысқа шығуда. Ал менің айналамда әлі ешкім жоқ. Таңдап қаласың дегенде естуші едік. Қазір сол таңдайын десең де дұрыс нұсқа жоқ. Әлі жаспын ғой. 26 жас деген соңғы нүкте емес. Дегенмен неше түрлі ойлар уайымға салады екен. Айналама қарасам, шынында да өз жағдайын жасап, белгілі бір мақсаттарына жетіп жүрген қыздардың көбінде осы жігіт қарым-қатынас құрумен мәселе бар секілді. Өзімде де дәл осы тақырыппен мәселе болады деген ой ұйықтасам да түсіме кірмепті. Бірақ бетпе-бет келген кезде ойлана бастайды екенсің. Неге маған өзім қалаған жігіт жолықпайды? Қай жерде қателік жіберудемін? Қазіргі таңда ақпарат ағымы белсенді жұмыс істейді. Инстаграмдағы кәсіпкерлердің, мықты тұлғалардың мысалын көріп, қыздардың санасында жоғары стандарт қалыптаса бастайды. Жұма сайын әйеліне гүл беретін, жылына 4 рет шетелге шығатын, жарын қымбат сыйлықтың астында қалдыратын отбасылардың жарқын мысалын 24/7 телефоннан көреді. Спортқа да,
кәсіпке де, жеке өмірге де, саяхатқа да үлгеретін ер адамдардың образын көріп, қыз баланың талабы да автоматты түрде көтеріледі. Әрі өзі де ізденіп, даму жолында жүрген ару, жанында өзінен де мықты, өзінен де табысты ер адамның болғанын қалайды. Қыз баласы кімге тұрмысқа шығатынын таңдау керек. Өзінің және болашақ балаларының өмірі сол азаматпен тікелей байланысты. Сондықтан да бойы, дене бітімі, жасы, білімі деген секілді барлық критерийлерді анықтап алған дұрыс. Тұрмысқа шығып отбасылы болуға дайындықты өзіңізге қандай адам керек екенін нақтылап жазудан бастаңыз. Десе де осы жерде ескеру керек маңызды дүние бар. Мінсіз адам болмайтынын ұмытпау керек. Маған жеке талдауға тұрмысқа шығу тақырыбы бойынша келетін ханымдар көп. Қыздардың қалауын ақ қағазға жазған идеалындағы жігіттің образын оқи келе бір заңдылықты байқадым. Олардың сипаттамалары 30-дан асқан, отбасылы, бір әйелді бақытты етіп көрген тәжірибелі ер азаматтың қабілеттеріне сәйкес келеді. Негізі ер азаматтың нәзік жандыларға жақсы қарап, жағдайын жасап, Инстаграмда идеал болып жүруіне бірден бір әсер ететін адам оның әйелі. Жігіттер үйленгенге дейін қалай күтім жасап, қыз баланың жанын түсініп, қаншалықты дұрыс уақыт бөліп, назар аудару керектігін білмейді. Оны әйелі бірде ренжіп, бірде қуанып, кейде еркелеп жүріп тәрбиелейді. Мінсіз қарым-қатынас жоқ. Осы түсінік негізгі ұстанымдардың бірі болуы керек. Біз қалауымыздағы қарым-қатынасты зәулім сарайға теңеп көрейік. Сол зәулім сарайдың кірпішін күн сайын әйелім екеуміз бір-бір кірпіштен қалап отырамыз. Бір-біріміздің көңілімізге, сезімімізге, екеуміз бірге күн сайын гүлді суғарғандай тұрақты күтім жасаймыз. Менің көп саяхаттап, білім алып, тіпті күн сайын тұрақты жаттығуға баруымның өзі тікелей әйелімнің арқасы. Бойдақ болсам дәл осындай тұрақты режим сақтау қолымнан келмес еді. Біздің отбасымызда бір ереже бар. Мен алдымен жаңа елге бір өзім саяхаттап келемін. Барып, көріп, танысып келген соң ғана өзім отбасымды алып барамын. Біріншіден бұл финанс жағынан өте тиімді. Бүкіл отбасымен баруға 5 миллион теңге кетуі мүмкін. Жалғыз өзім барсам, шығын автоматты түрде 1 миллион теңгенің шамасында шығады. Ал саяхаттап келген соң менің таным көкжиегім кеңейеді. Сәйкесінше табысым да артады. Отбасымен бірге шетелге шыға алатын мүмкіндігім пайда болады. Ал әйелім менің жалғыз саяхатқа шығуымды қолдамаса, түсінбесе не болар еді? 5 миллион теңге табылам дегенше шетелде саяхат та көбейген табыс та жоқ. Әйелімнің қолдауы мықты болған соң менің уайымым да аз, жолым да ашық. Жеке өмірім гармонияда болғандықтан жұмысымды да қамсыз істей аламын. Мені қолдап, түсінгені үшін әйелімді қуанта бергім келеді. Биік әрі мінсіз стандартқа ұмтылу сіздің жолыңызды байлап тұрған дүниелердің бірі болуы ықтимал. Дегенмен бұл армандамау керек, таңдамау керек деген сөз емес. Ең бастысы негізгі құндылықтарыңыз бен принциптеріңізді анықтап алыңыз. Ал бақытты әрі идеалды қарым-қатынас үшін екеуіңіз бірге өмір бойы жұмыс істейсіздер. Осы жердегі маңызды сөз бірге. Бірге еңбектеніп, өмірдің қызығын бірге көріп, сынақтардан бірге өту, бірге өсу дегеннің өзі ең әдемі романтика. Коучингтік бағдарламама қатысқан ханымда мынандай оқиға болды. Оның айналасында көңілін табуға тырысып, қарым-қатынас құрғысы келіп жүрген екі жігіт бар. Бірінші жігіт өте сыпайы, апта сайын гүл береді, жүрген жерде есігін ашып, қызың жағдайын жасап жүреді. Көңіліне тиіп қалмауға тырысады, ішпейді, шекпейді, тұрақты жұмысы бар. Бірақ бұл жігітті қыз қабылдай алмай тұр. Нәзік, тым әлсіз жігіт секілді көрінеді. Екінші жігіт тура осының антоним нұсқасы.
ішеді, шегеді, тік, дөрекі мінезі бар. Қызға есік ашу дегенді білмейді. Оны қазірден бастап иеленіп алған. Көшенің жігіттеріне тән мінезі бар. Бұзық. Біздің аруымызға осы жігіт ұнайды. Оның миы негізі дұрыс таңдау жасамай тұрғанын түсініп тұр. Ішкі сезімдері мен ақылының арасында жүріп, екі азаматтың бірін таңдай алмай дал. Екеуіне де мүмкіндік беріп көруге асықпады. Қыздың көңілі бұл жерде таныс эмоцияға қарай барып тұр. Бірінші жігіт дұрыс нұсқа екенін біліп тұрса да, іштей нағыз ер азамат ретінде екінші жігітті ғана қабылдайды. Себебі 90-шы жылдардың көзін көрген ұрпақ қой. Ішетін, әйелін ұратын әкесін, ағасын, көршісін көріп өскен. Сондықтан да бала кезден көрген абьюзер образы оған басқаша ыстық, жанына жақын. Көптеген қыздардың отбасы құруына бала кезде көрген жағымсыз мысалдар кедергісін келтіреді. Өз отбасында әкесінің анасына көрсеткен құрметсіздігі есінде қалып кеткен. Ұрған, арақ ішкен болуы мүмкін. Айналасындағы басқа да мысалдар санасында тұрмысқа шығу қауіпті, бақытсыз боласың деген сонды сенімдерді сіңдіріп тастаған. Осының әсерінен қыз баласы қарым-қатынас құруға бата алмайды. Сөз салып, көңіл білдірген жігіттің минусын бірден байқап тұрады. Тұрмысқа шығып отбасы болуға деген позитивті үмітіне қарағанда, қорқынышы мен сәтсіз болжамдары басым. Мұндай ханымдарға тұжырымдарын қайта жазу керек. Өз санасындағы шектеп тұрған сенімдерін ауыстыру жолында жұмыс істеген жөн. Екі таңдаудың ортасында тұрған ханыммен қалай жұмыс істедік? Алдымен, ол бірінші жігітпен бас қосудың қандай плюс-минустары бар екенін жазды. Плюстары өте көп, минусы біреу ғана болды. Көшеде келе жатқанда біреу тиіссе, мені қорғай алмайтын сияқты деген қорқынышы бар екен. Негізі қазір 99% жағдайда көшеде біреу келіп сізге тиіспейтіні анық. 90-шы жылдардағыдай емес, бүгінде қоғам әлде қайда тыныш. Екінші жігіттің тұсына бір ғана плюс жазылды. Бірақ бұл жігітпен отбасын құру үлкен тәуекел екенін түсінді. Көптеген жағымсыз жағдайлар орын алуы мүмкін. Ол темекі шегеді. Ертеңгі күні балаларының денсаулығына зияны тимесіне кепілдік жоқ. Жігіттің ащы суға жақындығы бар. Демек, мас кезде біраз нәрсе бүлдіру қаупі басым. Қызды сыйлап, қадірін біліп тұрған жоқ. Болашақта көзге шөп салса да ғажап емес. Жұмысы тұрақты болмаған соң, қаржылық жағынан да айтарлықтай мәселелер болуы мүмкін. Қағаз бетінде көзге анық көрініп тұрған екі жігіттің сипаттамаларынан кейін аруымыз бірінші жігітке мүмкіндік беріп көруге шешім қабылдады. Кейінгі коучинг сабақтарына келгенде ханымның өзгерісі көзге таңба басқандай көрініп тұрды. Жарқырап, көзі жанып тұр. Өмірі тек жұмыстан тұрмайды. Өзіне бөлетін уақыты пайда болған. Жақсы бағбанның қолынан күтім алған ерекше гүл ашылып әдемі бола түседі ғой. Ханымның жүзінен де мен осыны байқадым. Ер адаммен қарым-қатынас құру қай уақытта қиынға соғады. Негізгі себептердің бірі рөлдерді шатастырып алу. Әйел адамның рөлі, табиғаты, әдемілік пен нәзіктік атты түсініктердің шеңберінде болады. Ол осы рөлді жақсы, сәтті ойнаса, мәселелерінің бәрі шешімін табады. Дефицит болып тұрған қырларының бәрін толтыратын жігіт жолығады. Эволюцияда ер адам мен әйел адамның арасында алу-беру, алмасу процесі жүреді. Ер жігіт ханымға ресурс пен қауіпсіздік береді. Ал ханым өзінің сұлулығы мен уақытын арнайды. Енді ойланып көріңізші, сізде уақыт бар ма? Түнгі сағат 1-ге дейін жұмыс істейтін адамда қандай артық уақыт болады? Шаршап жүрген ару қаншалықты сұлу болса да, өзінің сол әдемілігін айшықтап жүре ала ма? Сәйкесінше мұндай ханымға ешқандай ер адам ресурс пен қауіпсіздік беруге дайын емес. Мен өз рөлімді дұрыс атқарып жүрмін бе? Өзіңізге осы сұрақты қойып көріңіз. Әрине,
Бұл мүлде жұмыс істемеу керек деген сөз емес. Өзіңізге ұнайтын сүйікті ісіңізбен айналысып, табыс таба аласыз. Дегенмен сұлулық, нәзіктік мәселесі кейін қалып қоймауы керек. Балансты бұзып алмауға тырысыңыз. Маркетинг, бизнес, кәсіп салаларында жүрген арулардың барлығында уақыт тапшылығы кездеседі. Одан қалды фриланс форматта жұмыс істейтіндердің араласатын ортасы да азаяды. Университетті аяқтап, жұмысқа тұрған соң, қандай салада істесе де қыздардың жеке өмірге уақыты болмай кетеді. Бұрынғыдан қарағанда айналасында дос, таныстары азаяды. Университет қабырғасындағыдай жасы қатарлас, танымы деңгейлес жігіттер айналасында толып жүрмейді. Бұл да өз кезегінде жастардың бір-бірімен танысып, отбасын құрып кету мүмкіндігін белгілі бір деңгейде азайтады. Орында өте маңызды. Өзіңіздің мақсатты аудиторияңызды дәл тауып, дұрыс жерде жүрсіз бе? Осы сұрақ туралы да ойланып көру керек. Негізі жігітке мүмкіндік беріп көруден қашпаған дұрыс. Оны танып, біліп, қарап көріңіз. Іс-әрекеттері, мінез-құлқы қандай? Алдына қойған арман мақсаттары мен болашағына құрған жоспары сіздің қалауыңызбен сабақтас па? Ол қоғамда ортада өзін қалай ұстайды? Даяшылармен, қызмет көрсететін мамандармен қарым-қатынасы қандай? Сізге жымиып, басқаларға дөрекілік көрсетпей ме? Мұндай адам сізді өз зонасына кіргізген соң, сізге де сондай қарым-қатынас жасауы әбден мүмкін. Мүмкіндік беру деген тек танысу ұғымының айналасында болуы керек. Ол сізге гүлдерін беріп, телефон сыйлап, күн сайын қыдыртып жүрген болуы мүмкін. Бірақ іштей ол адаммен болашағыңызды көрмесеңіз, оны ашық айтудан қысылмаңыз. Сіз үшін шығынданғаны үшін ұялып, өзіңіздің де оның да уақытын алмаңыз. Көркем түрде ойыңызды, шешіміңізді жеткізіп, айта біліңіз. Қазақта ерлі-зайыптыларға айтылатын екі жарты бір бүтін деген сөз бар. Әуелі ниетті реттеп, жоғарыда айтылған ақпараттарды өзіңіздің мысалыңызда зерттеп қарап көріңіз. Сізге екінші жартыңызды тауып, тұрмысқа шығуға не кедергі болып тұр? Қай жерден ағаттық кеткен екен? Еркіндіктің есігі қайда? Оқырман хаты Нұрболат, 18 жас. Университетке түсіп, үлкен өмірге қадам бастым. Ауылдан қалаға арман қуып келген көп қара баланың бірімін. Адаптация, жаңа өмірге үйренісу кезеңінде жүріп, көзі ашып жұмғанша жарты жыл өтіп кетті. Бір университеттің білімімен шектеліп қалмасам екен деймін. Толыққанды тұлға болып қалыптасқым келеді. Бақытты, бай болуды армандаймын. Оның қандай да бір формуласы бар ма? Мына әлемдегі барлық нығмет пен мүмкіндіктер біздің игілігімізге жаратылған. Жейтін асымыз, ішер сусынымыздың түр-түрі бар. Табиғатта қызмет етіп, бүтін бір жүйе жұмыс істеп тұр. Жаңа технология өмір сүру сапамызды жақсартуға үлкен үлес қосуда. Бір қарағанда бәрі бар сияқты. Бірақ іштей бақытты болуға бір нәрсе жетпей тұратыны бар. Адамның бақыты тек сыртқы факторлармен ғана өлшенбейді. Ең бастысы еркіндікті сезіне алу керек. Мен 3 түрлі еркіндікке қатты мән беремін. Қаржылық еркіндік, рухани еркіндік және физикалық еркіндік. Қазіргі таңда барлығымыз физикалық жағынан еркінбіз. Яғни құлдық дәуірде өмір сүріп, басқа адамның басыбайлы құлы болып жүрген жоқпыз. Бойымызда жанымыз бар, қалаған арман мақсаттарымызға қол жеткізе аламыз. Ал рухани еркіндік мәселелерді түсіне алу мен олардың алдын алу болып табылады. Таңертең сабырлы, жақсы күйде ояна алғанымды рухани еркіндігім деп айтуыма болады. Мысалы, қорқынышты түс көріп шошып оянып кеттім делік. Рухани еркін болу арқылы мен мұның диссонанс болғанын сезіп, түсіне аламын. Бұл жай ғана екі нейронның арасындағы негативті толқын ғана еді. Өмірімізде диссонанс орын алып жатса, рухани еркін екендігімізді ұмытып кеткенімізді білдіреді. Жұмысым ұнамайды, тұратын жерім ұнамайды, үйім ұнамайды деген сынды сылтаулар айтып, өміріне көңілі толмайтын адамдар бар.
Біз бір жерге отырғызып қойса, өздігімізден орын ауыстырып қозғала алмайтын ағаш емеспіз. Еш қиналмастан кез келген жерден кетіп қала аламыз. Дегенмен өзімізді шектеп, қорқынышқа бой алдыруымыз мүмкін. Бұл жерден кетсем күнімді көре алмай қиналып қаламын деген ойдың өзі еркіндігімізді шектеп, мүмкіндіктердің есігін жауып тастайды. Кез келген адам қаржылай еркін болуы керек. Мәселе ақшада емес екенін түсініп алайық. Ол реттілікпен санағанда сіздің өміріңіздегі 100-ші қатарда тұрған мәселе болуы мүмкін. Дегенмен сіз қаржыңызды жоспарламай, орынсыз шашып, ысырап ете берсеңіз, 100-ші қатардан 1-ші орындағы мәселеге айналып шыға келеді. Отбасыңызды асырай алмай, бала-шағаңызға тамақ тауып бере алмай қалсаңыз, рухани даму, мотивация, бақытты болу дегеннің бәрі қызық емес болып қалады. Сондықтан да қаржылық еркіндікке қол жеткізу жолында жұмыс істеу керек. Финанс жағынан ақсап тұрған тұстарды анықтаңыз. Сізге қаржылай еркіндікке жетуге қандай дүниелер кедергі болып тұр? Бұл кедергілерді қалай шеше аласыз? Бақыт іздеген адам қатарынан болсаңыз, бақытты болуға мүмкіндік беретін еркіндік сіздің қолыңызда бар екенін ұмытпаңыз. Сіз тәуелсіз, демократиялық мемлекеттің азаматысыз. Ішкі әлеміңізбен жұмыс істеп, рухани еркіндік мәселесіне көңіл бөліңіз. Қаржылай еркіндікке қол жеткізіңіз. Сөзсіз, өзіңіз қалағандай тұлға болып қалыптаса аласыз. Драматикалық үшбұрыш. Стивен Карпман, америкалық психотерапевт, медицина ғылымдарының докторы Эрик Берменнің шәкірті. Оның әйгілі Карпман үшбұрышы атты теориясы адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастың психологиялық және әлеуметтік моделі. Бұл тағдыр үшбұрышы негізгі 3 рөлді қамтиды. Бірінші – жәбірленуші, екінші – агрессор, үшінші – құтқарушы. Жоғарыдағы үшеуі де менің бөлшегім. Олар мені құрап тұр. Ал шынайы, таза мен белгілі бір бөлік бола алмайды. Шынайы мен автор. Оны ести алсам, бақытты болар едім. Нағыз менің қалауларым дінге, заңға, адамгершілікке қарсы дүниелермен ұштаспайды. Ол басқа бөліктерге қызығушылықпен, шартсыз махаббатпен қарайды. Ал консонация ішкі бөліктердің бірінің жеңісімен тоқтайды. Жәбірленуші халі, іштегі кішкентай баланың дауысы. Сізді адамдар ренжіткен, тастап кеткен, төмендеткен кезде ішкі даусыңыз сөйлейді. Бұл өзін қорғай алмаған баланың дауысы. Сенгіш, сезімтал, өзін құтқара алмаған болмыс бөлшегі. Бала кезіңізде мінезіңізді, эмоцияңызды ашық көрсеткенде жақындарыңызға дискомфорт туындатқан сәттер есіңізде ме? Мүмкін сіз тым белсенді, қатты шулайтын, көп күлетін, жылайтын, қорқатын, армандайтын, ренжейтін бала болған шығарсыз. Ал үлкендер сізге дереу тоқтау салатын еді. Менің эмоциям ашуландым. Үлкендердің реакциясы. Маған мінезіңді көрсетпе. Шуладым. Миымды ашытып жібердің, көп сөйлеме. Жыладым. Жігіт деген жыламайды. Күлдім. Көп күлген бір жылайды. Қыз балаға қатты күлуге болмайды. Менің эмоциям армандадым. Қай-қайдағыны айтып қуа бермеші. Осы дауыстар қанағаттанбағаны үшін іштегі кішкентай бала күйі ренжіп қалған болуы мүмкін. Себебі біздің шарасыз бөлігіміз ренжігіш, сезімтал, импульсивті және әлсіз болып келеді. Ішкі баланың дауысы жолы болмайтын адамның жан айқайы. Ол өзінің қолынан бір нәрсе келетініне сенбейді. Кішкентай кезінде үлкендердің айтқан әртүрлі әңгімелерін тікелей өзіне қабылдап алған. Көзің бақырайып алып, соны да көрмей тұрсың ба? Қашан адам боласың? Жұрттың сен сияқты балаларын қарашы. Саған бірдеңені сеніп тапсыруға болмайды. Бүлдіресің де жүресің.
Өкінішке қарай, ол өсіп кетсе де енді осы әңгімелерді іштей өзіне айтып жүр. Өзін-өзі бағалауы төмен, үнемі жәбірленуші халінде жүреді. Қорқыныш, кінәлі сезіну, ұялу, қайғыру, мұңаю секілді сезімдермен өмір сүреді. Ішкі баланың дауысын құтқаруға үнемі нағыз қаһарман келеді. Құтқарушы жәбірленушіні қорғайды, шыдайды, қамқор болады, сумаңдап тұрады, басқарады және бақылауда ұстайды. Ашу, батырлық, уайымдау сезімдерінің құрсауында болады. Автор мен құтқарушыны шатастырып алмау керек. Шынайы меннің бір дүниені қирату деген ниеті жоқ. Ол шыдамайды, басқаруға ұмтылмайды, бақылауда ұстамайды. Керісінше қызығушылықпен, махаббатпен қарайды. Айырмашылықты осы тұстан байқауға болады. Клиент қатты ашуланып тұрмын десе, бұл автордың дауысы емес. Ашу құтқарушының сезімі. Қатты қорқамын десе, демек баланың дауысы. Екеуі де адекватты дауыстар емес. Критик дауыс. Әдетте балаға үлкендер тарапынан айтылған сөздер. Бала осыған сеніп қалды және уақыт өте келе өзіне айта бастады. Критик, агрессор тапсырма береді. Әлемге сыни көзқараспен қарайды. Айналадан тек қауіп іздейді. Олар мені алдап кететін сияқты, өтірік жағымпазданып жүр, менен бірдеңе керек секілді. Ертеңгі күні ұрлап кетеді-ау, деген секілді көзқараспен қарайды. Бұл адамға негізі махаббат пен валидация керек. Валидация дегеніміз оны құрметтеу және оның құнды екенін көрсету. Критик адамның қызметі үлкен ауыртпалықтың алдын алу, дайындау қызметін атқарады. Егер дауысын дұрыс ести алсақ, көп қатердің алдын алуға көмектесер еді. Критиктің сезімдері ашу, жиіркену, қызғану форматында болады. Жәбірленуші жолы болмайтын адам қандай әрекеттер жасайды? Эмоция аштығын сезініп жүреді. Эмоцияларды жоққа шығарады, қашады, адамдардың мойындағанын күтеді, ұмытады. Ал құтқарушы қаһарман не істейді? Оқиғаларды бақылауда ұстайды, мойынсұнады, манипуляция жасайды, барынша жағуға тырысады, жалтақтайды, күш салады. Критиктің әрекеттері қандай? Үнемі сынайтады, алшақтайды, бұрылып кетеді, кей кездері әрекетсіз қалады. Ал шынайы мен, автор қалай әрекет етеді? Зерттейді, уайыммен қарайды, оқиғалар мен адамдарды қабылдайды, ешқашан қарсы шықпайды. Бірігіп мәселені шешуге бағытталған әрекет жасайды. Сіздің ішіңізде критиктің, жәбірленушінің немесе қаһарманның дауысы болуы мүмкін. Олармен жұмыс істеуге болады. Бар болғаны авторды қосу керек. Шынайы мен ең алдымен қалай бар, солай қабылдайды. Мәселенің түп тамырын зерттейді. Ешқашан қарсы шықпайды. Авторға тән әрекеттерді жасай отырып, махаббатпен сәтті ота жасайды. Өзімді алдап жүрмін. Адам өміріндегі қиындықтарды тоқтатып, мәселені шешу үшін мына екі нәрсені істеу керек. Өзін алдауды тоқтату, түпкі қалауын қанағаттандыру. Өзіңді алдау өте маңызды тақырып. Адамның өз-өзін алдауын бірнеше дәрежесі арқылы қарастырып көрейік. Олардың ең алғашқы сатысы нөлдік дәрежедегі алдаулардан басталады. Біздің өмірімізде факт және оқиға бар. Факт нағыз шындық. Шынымен болған дүниені сіз өз көзіңізбен көрдіңіз, немесе өзіңіз естідіңіз. Ал оқиға дегеніміз сізге басқа адамның айтып бергендері. Өкінішке қарай, бұл оқиғалар шындық бола алмайды. Өтірік емес те шығар. Дегенмен сіз осы айтылған оқиғаның себебінен әрекетке көшпеуіңіз керек. Айтылған оқиғаға сеніп, оған қатысты шешім қабылдау қате болады. Сондықтан фактіні оқиғадан бөліп алуды үйрену керек. Үнемі есіңізде осы теорияны сақтап жүріңіз.
Біреудің айтқаны факт бола алмайды. Мен өзім көріп, өзім естіген дүниелер ғана факт. Алдаудың бұл түрін тануы оп-оңай. Фактіні анықтау үшін оның мына сұрақтарға жауап бере алатынын тексеріңіз. Кім, не, қашан, қайда? Мысалы, кеше Арман менің кабинетіме келіп, бір тақырыпты қозғады. Бұл факт, ал факт нейтралды болады. Яғни ешқандай эмоция қоспайды. Қалай бар солай айтылады. Егер осы әңгімеден Арманның қызғанып тұрғанын түсінсеңіз, бұл оқиға болып саналар еді. Факт барлық адам үшін бірдей болады. Яғни, мен камераны қосып қойып, болған көріністі көрсетсем, бәрі оны көре алады. Бұл бәріміз үшін факт. Мұнда өтірік жоқ. Оған қарсы шыға алмаймыз. Сонымен қатар адамның ойы да факт бола алмайды. Арман ашуланып тұрған секілді деген болжам оны шындыққа жанастыра алмайды. Егер мен өзінен сұрасам, ол жауап беріп, ашуланып тұрғанын өзі айтса ғана факт болып саналады. Бірінші дәрежедегі алдау. Бұл дәрежені 4 түрін қарастырамыз. Бірінші, адамның жеке тәжірибесін елемеу. Әр адамның өзіне жарасатын ойы, басынан өткен оқиғалары, білімі, түйгені, неше түрлі тәжірибелері бар. Адам өз тәжірибелеріне, себептеріне сүйене отырып шешім қабылдайды. Жиналыста барлық қызметкерге телефон ұстауға болмайтыны белгілі ғой. Айнұр сонда да телефонына қарай берді. Демек ол мені менсінбейді, бастық ретінде мойындамайды деген ой бөлек әңгіме. Адамның фенотипін елемесең, мағына іздеп тауып аласың. Мүмкін Айнұрдың телефон қарап отыруының өзіндік себептері бар шығар. Оны сұрап, жауабын білмегенше, сіздің ойыңыз оқиға болып қала береді. Екінші, негативті жору. Бәрін негативке жори беретін адамдар бар. Логикалық адасу, когнитивті бұрмалау жағынан қарап көрейік. Аққу деген құс біздің ойымызша тек ақ түсті. Негізі әлемде көптеген қара түсті аққулар да бар. Сіз қара аққуды көрген кезде сізде когнитивті бұрмалану процесі болады. Аққу деген ақ болмаушы ма еді? Мынау шынымен аққу ма? Деген реакция болады. Бұл да мағыналық алдаудың бір түрі. Үшінші, өз бөліктерін танымау. Адам Карпман үшбұрышындағы бөліктерін білмесе, қай бөліктің ішкі дауысы не айтып тұрғанын түсінбесе алданады. Төртінші, мета бағдарламалардың ұстанымдарын білмеу. Мета бағдарламаларды алдауға болады. Өткен бөлімдерде танысқан сәтсіздіктен қорқу, еріп кету секілді ұстанымдар есіңізде ме? Мысалы, катастрофизация бағдарламасы көптеген адамда кездеседі. Бұл болашаққа деген қорқыныштың көрінісі. Саған 10 күннен кейін офистің төлемін, қызметкерлердің айлық жалақысын беру керек. Қазір қолыңда ақша жоқ, бірақ ойлағанның өзіне қайғырып, ештеңе істегің келмей, депрессияға кіріп кетесің. 10 күн уақыт бар болса да әрекетсіздікті таңдайсың. Яғни, болашаққа деген қорқыныш саған тек зиянын тигізіп тұр. Жиі кездесетін алдаулар туралы талқылап көрейік. Бір оқиғаның нәтижесін бәріне ортақ етіп жіберу. Сен ыдыстың өзін дұрыс жуа алмайсың. Сенен қайбір дұрыс келін шығады. Төсегін жинай алмаған еркек ешқашан жетістікке жетпейді. Деген секілді әңгіме айтып, шешім шығарып тастайтындар бар. Дегенмен келіннің атқаратын басқа да функциялары көп. Тек ыдыс жуумен ғана шектелмейді. Бәрін осы іске әкеп тіреп, басқа функциялармен теңестіріп жіберуге болмайды. Сонда бір істі істей алмасаң, бәрі біте ме? Яғни бір оқиғаның нәтижесін басқа да пункттерге ортақ етіп жіберуге болмайды. Мен қателескенімді білемін, бұл жолы құлағаным анық. Бұл да өз-өзіңді алдау. Нәтиже шықпай жатып шешім шығаруға болмайды.
Ешкім хабарласпады. Мен сияқты қызметкер ешкімге керек емес. Бұл жерде де ойланып көру керек. Ешкім деп кімді айтып тұрсыз? Олар сізге қоңырау шаламыз деп айтты ма? Осындай сұрақтар арқылы нақтыласақ, өз-өзімізге өтірік айтып жатқанымызды түсінеміз. Мен күйеуіме қарағанда көп ақша табамын. Оған ақша керек емес. Бұл факт емес, ханымның ойы ғана. Өмірде ақшаны керек қылмайтын адам жоқтың қасы шығар. Басқаларға баға беріп кететініміз бар. Бұл алдаудың кең таралған түрі. Ол маған гүл сыйламады. Сараң адам екен. Осы әрекетіне ғана қарап, адамға баға беріп, ол туралы шешім шығарып тастадыңыз. Бір рет гүл сыйламағаны үшін оны сараң деп атауға әлі ерте. Ол маған көмек керек кезде ғана жазады. Мені пайдаланады. Бұл да факт бола алмайды. Өйткені эмоциясын қосып тұр. Астарын шындықты қазбалап көру керек. Қолының сұғанағы бар екен. Мен сүтке берген ақшаның қалғанын әкеліп бермеді. Сіз қанша ақша теңге берген едіңіз? Негізі сүт қанша тұрады? Артық ақша қалған ба? Осы сұрақтарды ол адамның өзінен сұрап, жауабын білмейінше ешқашан айып таға алмайсыз. Сіз тек өз ойыңызбен баға беріп тастадыңыз. Жақсылықты жоққа шығару. Адам жасалған жақсылыққа мән бермейді, елемейді. Кез келген адам солай жасар еді. Ол оның артықшылығының көрсеткіші емес. Адам сіз үшін жұмысынан сұранып, уақытын бөліп, қолдау көрсетуге келді делік. Оның бұл әрекетіне барлығы солай жасар еді деген баға беріп желге ұшыра салуға болмайды. Қанша жыл оқысам да, ол менің мықты эксперт екенімнің дәлелі емес. Осындай сөзбен өзінің қанша жылдық еңбегін жоққа шығарып жіберуге шебер мамандар бар. Менің ойымша, 10 жыл оқып, білім алған адам нағыз эксперт. Ол кешігетінін алдын ала ескертті, бірақ сонда да жауапкершілігі жоқ адам екен. Кездесуге келіскен адам кешігіп келе жатуы мүмкін. Бірақ алдын ала жазып, хабарын айтып қойды. Ал сіз 1 сағат бұрын кешігетінін ескертіп қойған адамның жауапкершілігін жоққа шығарып жібердіңіз. Істесе әйелім емес пе? Отбасылық өмірде де бір-бірінің жақсылықтарын, қызметтерін бағаламайтын адамдар бар. Жан-жары болған үшін ол жағын елеп, ескере бермейді. Міндеті ғой деген көзқараспен қарайды. Бәрі немесе ештеңе. Ақ-қара ойлау жүйесіне тән алдаулар. Өмір әділетсіз. Жай ғана компания оны жұмысқа алмағаны үшін осындай шешім шығарып тастайтын адамдар бар. Негізі бұлай айту үшін біраз зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Өмірде әділеттілік бар. Оның жарқын мысалдарын да көп кездестіруге, табуға болады. Дегенмен адам баласы әділетсіздікті өзі бетпе-бет келгенде ғана байқайды екен. Яғни біреу маған әділетсіздік жасағанда ғана мен осы тақырып тура айта бастаймын. Міне бұл ақ-қара ойлау жүйесі. Мінсіз қылып жаса, болмаса жасама. Осындай ұстанымдағы адамдар тек нәтижеге байланған. Бір идеяны жүзеге асыру үшін мен максималды тұрғыда қолдан келгенше тырысып, еңбек етемін. Ал оның мінсіз болу-болмауы менің қолымда емес. Егер сен осы мемлекетте тұрсаң, осы елді қолдайсың. Бұл да ақ-қара ойлау жүйесі. Кейде еліңнің политикасына сенің қатысың болмауы мүмкін. Ресей Украинаға соғыс ашқанда біраз ел ресейлік азаматтарға ренжіді. Сен сол елде тұрып жатсаң, соғысқа қарсы болмасаң, демек осы саясатты қолдайсың деген сынды пікірлер айтылды. Не болмаса, мен саясатқа қызығып қатты араласпаймын деген адамға саған мемлекетіңнің болашағы бәрібір болып тұр ғой дейтіндер де табылады.
Бұл да алдау. Патриотизм тек саясаттың айналасында көрініс таппайды. Елге қызмет етудің жолдары көп. Әйел күйеуінен бір саты төмен болуы керек. Келіспесең басқасын тап. Екі адамның да өзіндік рөлдері мен жауапкершіліктері бар. Сен әлсізсің, мен мықтымын деп бөлуге болмайды. Таңдау жаса. Не достарың, не мен. Негізі бұл екеуі мүлде салыстыруға келмейді. Адамның өмірінде әйелінің алатын орны бөлек. Достарының өзіндік рөлі бар. Ақ-қара ойлау жүйесіндегі адамдар барлығы ешкім, ешқашан, әрқашан деген сөздерді жиі айтады. Қазіргі жастардың бәрі үлкенді сыйлауды білмейді. Барлығы деп айта алу үшін 100% жастар сондай болуы керек. Ал сіз қанша жасты танисыз? Қанша жас сізге келіп құрметсіздік көрсетті? Маған ешкім көмектеспейді. Осылай айтқан адамға бірден сұрақ қоямын. Ешкім деген кім? Сіз қанша адамнан көмек сұрадыңыз? Көмек сұраған жоқпын, жауаптары белгілі ғой, дейді. Бұл факт емес, яғни шынайы жауабын сіз нақты білмейсіз. Ал өзіңіз сұрамасаңыз, ешкім көмектеспейді деп айта алмайсыз. Ол ешқашан түзелмейді, адам болмайды. Бұл да өтірік. Ешқашан дейтіндей, сіз ұзақ өмір сүре алмайсыз. Ешқашан дегеніміз ақыр заманға дейін созылады. Сондықтан бұл да шындық бола алмайды. Ментализм. Минимум ақпараттан бірден қорытынды шығару. Яғни адамда толық ақпарат болмаса да шешім шығарып қояды. 2 рет ажырасқан болса, өзі де нашар адам болып тұр ғой. Сізде негізі аз ғана ақпарат бар. Оның не үшін, қандай жағдайда, қашан, кіммен, қалай ажырасқанын білмейсіз. Сізге белгісіз тұстары көп. Сен өте ашық адамсың. Бір жерде отыруың қиын болады. Бұл да алдаудың кезекті бір нұсқасы. Аз ғана ақпаратпен тұжырым шығарып тұр. Адаммен 10 минут сөйлесіп, мұндай шешімге келе салуға болмайды. Бұл факт емес. Оның офисте отырып, жұмыс істей алатыны, не істей алмайтыны нақты тәжірибе жүзінде ғана белгілі болады. Эмоциямен бағалау. Ішім пысып кетті. Мына жер менікі емес. Қайдан білесіз? Бұл жерде отырғаныңызға қанша болды? Бұлай айталу үшін факт керек қой. Тура осы секілді спорт менікі емес екен дейтін адамдар бар. Ол адамнан спортпен қанша уақыт айналысып көргенін сұрасаң, бір ай ғана барғанын айтады. Эмоция қосып өзін алдап тұр. Мен мотоциклден қорқамын. Оны сотқар, ақмақ адамдар ғана айдайды. Бұлай айтудың артында адамның мотоциклмен жол апатына ұшырау қаупі жоғары деген тұжырымын байқауға болады. Дегенмен бұл ақпаратқа сүйенбей айтылған алдау. Күн сайын көлікпен де жол апатына ұшырап жатқандар көп. Авиакатастрофада орын алып жатады. Бір көргеннен оның өмірімнің мәні екенін түсіндім. Романтикаға негізделген өтірік. Әрине, мен оған сенгім келеді. Дегенмен шындық бола алмайды. Өмірдің мәнін бір көргеннен түсіну мүмкін емес. Бұлай деп 50 жыл бірге өмір сүргеннен кейін айтуға болады. Қалғанның бәрі сезімге беріліп, эмоциямен өзін алдап тұрғанының сипаты. Шарт қою, бәрі мен қалағандай болуы керек. Күйеуім мені толық түсінуі керек. Сені ешкім түсінуге міндетті емес. Адам кей кездері өзін өзді түсіне алмай жүреді. Басқа біреу оны қайдан түсінсін? Ол менімен сыпайы сөйлесуі керек. Бұл өмірде ешкім саған ештеңеге міндетті емес. Оған салмақ тастау керек. Құтқарушылар осылай айтуы мүмкін. Бірақ бұл сіздің шартыңыз. Сіз айтып тұрсыз. Жолдасымның жасы үлкен болғаны үшін ұяламын. Негізі ерлі зайыптылардың арасы осынша жас болуы керек деген шарт жоқ. Шарт сіздің басыңызда. Өзіңізді сол шартпен алдап тұрсыз. Катастрофизация
бәрін жаманға жору. Неге оған қарызға ақша бердің? Енді араларың бұзылатын болды. Шындық әлі орын алған жоқ. Қарыз алған, берген адамдардың бәрінде ақша қайтарылмай, қарым-қатынастары бұзылып кетіп жатқан жоқ. Мүмкін ол уақытылы қайтаратын шығар. Сіз алдыңызда ең нашар сценарий құрдыңыз. Соған сеніп, өзіңізді алдап жатырсыз. Оны жұмыстан шығарсам, компания құриды. Бір маманға бүкіл компанияның тағдырын байлап тұрсыз. Өз-өзіңізді алдаудың ашық түрі. Себебі ат тұяғын тай басады. Кез келген маманның орнын алмастыратын басқа адам табылады. Енді бұл тығырықтан шыға алмаспыз. Қарызға батып қалған талай адам одан құтылған. Қаншама адам өмірдің сынақтарына ұшыраса да ақырын басып, мәселелерін шешіп жатыр. Адам тірі болса, басына түскен кез келген қиындықты жеңіл шыға алады. Сондықтан басқа іс түскенде бірден бітті деп айта салуға болмайды. Өз-өзіңізді алдамаңыз. Өмір бойы одан басқа адамды сүйе алмай өтемін. Бұл әлі ғашық болып, жүрегі жараланып жүрген адамдардың айтатын алдауы. Кейін эмоциясы басылып, көңілі суығаннан кейін басқа біреуді ұнатады. Әсіресе мектеп, университет қабырғасында оқып жүргендер жасықпен осылай айтуы мүмкін. Экстернализация. Өз сезімің үшін басқаны кінәлау. Мен өз сезімдерім үшін басқаларды кінәлі етіп шығара алмаймын. Себебі сезімдерімді өзім ғана басқарамын. Десе де, адамдардың арасында өз сезімдері үшін басқаларды кінәлі етіп шығару жиі көрініс табады. Мысалы, егер сен мені құрметтесең, мен өзімді бұлай сезінбес едім. Мені ешкім түсінбейді. Сен үндемеген соң солай істедім. Ол әлсіз болған соң, амал жоқ, мен осындай болдым. Егер сен басынан бастап осылай істесең, мен ұрыспайтын едім. Өзінің сезімдері мен әрекеттерінің жауапкершілігін басқа адамға артып тұр. Бұл да өзін-өзі алдаудың бір көрінісі. Проекция. Яғни өзіңнің ойыңмен басқалар үшін де шешім шығарып тастайсың. Сенде болып жатқан жағдайға басқа біреуді қатысты қылып қойдың. Алдаудың бұл түрі қалай көрініс табады? Мен шаршадым. Сен де шаршаған шығарсың. Қарным ашты, балаларға да тамақ беру керек. Көрпеңді жап, мен жаурап жатырмын. Ренжитінімді білесің ғой, неге олай істедің? Интернализация. Бүкіл қатенің жауабын өзінен табу. Мен баламды түсінбеймін. Мен оған лайық ана емеспін. Бәріне өзім кінәлімін. Мен қаттырақ тырысқанда ол көзіме шөп салмас еді. Көзге шөп салу жұбайыңыздың таңдауы. Сіздің қатысыңыз жоқ. Егер мен мықты спикер болғанда, залда адамдардың ұйқысы келіп, есінеп отырмас еді. Үлкен залда белгілі бір уақыт аралығында бір адамның есінемеуі мүмкін емес қой. Адамның есінеуіне спикердің қатысы жоқ. Ол табиғи процесс. Күйеуім аз ақша тауып жүр. Менің кесірім сияқты. Бұл жерде де күйеудің табыс табуы, ризығы тікелей саған қатысты емес екенін түсіну керек. Екінші дәрежелі алдау. Эмоция. Біз өз эмоцияларымызды танып, түсіне алуымыз керек. Қандай эмоция? Бұл эмоция қайдан шықты? Оның сұрағы қандай екенін білген жөн. Мысалы, мен қайғырып жатырмын. Қайғыру деген нені білдіреді? Ол шындықты қабылдамау деген сөз. Ал қайғырудың сұрағы не нәрсені жіберуім керек? Адам эмоцияның қандай әрекетті талап ететінін білу керек. Ол әдетке айналып кеткен болуы мүмкін. Яғни қайғыруды әдет қылып алған адамдар да бар. Үшінші дәрежелі алдау. Реакция. Реакция, яғни концентрация, әрдайым шешімге бағытталуы керек. Десе де біз кей кездері шешімге бағытталмаған реакция жасаймыз. Яғни бұл алдау болады.
Мысалы, адам біреуді жақсы көруі, бірге болғысы келуі мүмкін, бірақ ұрысып қалып, оның нөмірін бұғаттап тастайды. Реакциясы, әрекеті мәселені шешуге бағытталып тұрған жоқ. Сонымен қатар, үшінші дәрежелі алдау бөліктердің бірінің дауысы қатты шығуынан болады. Карпман үшбұрышындағы жәбірленуші қаһарман критиктің қай-қайсысы көмекті емес естуді қабылдайды. Үшеуі де естілгені үшін бақытты бола салады. Өзімді тану кілті. Өзіңді тану темпераменттен басталады. Барлығымызға бала кезімізде де есейген соңда көрсетілген белгілі бір қысымдар бар. Адам осы сыртқы шындықтың қысымынан қалыптасады. Өзімізді океан теориясы арқылы тани аламыз. Мінезімізді төмендегі 5 психотип арқылы танып, болмысымызды ашып көре аламыз. О. Ашықтық, открытость. К. Қажырлылық, еңбекқорлық, кропотливость. Экстраверсия. А. Аккомодация. Н. Невротизм. Ашықтық. Бұл адам жаңа тәжірибеге ашық. Менде идея бар. Бизнес бастап көрейік. Дубайға бірге барып келейік. Спорт залға барайық. Деген секілді ұсыныстарға бірден келіседі. Көп жағдайда жоқ деген жауап айтпайды. Ашық адамдар үнемі жаңа тәжірибеге дайын, әлсіздігін жасырмайды. Сырттан стимул іздейді. Артынан қамшылап тұратын дүние болуы керек. Дегенмен фокусы төмендеу болады. Көп білім іздейді, шығармашылықтан, өнерден ләззат алады. Жеке даму жолында және рухани әлемде ол үшін прогресс өте маңызды. Ашық адамның сипаты. Қиялы ұшқыр, идеясы көп, жан-жақты, ерекше, тәуекелшіл, оқымысты, қызығушылығы көп, терең ойлай алады. Кейде қиындатып жіберуі мүмкін. Фокусы шашыраңқы, өзін іздеп жүреді, ойшыл, толерантты, басқаларды құрметтейді, қиялға берілгіш. Ашықтығы төмен адамдар да бар. Олар басқа адамдардың бәріне үлгеріп, жан-жақты болып жүргеніне қарап, өздерін кінәлауы мүмкін. Негізі екеуін бір-бірімен салыстыруға келмейді. Адамның мінезі, табиғаты солай қалыптасады. Ашықтығы төмен адамдардың өзіне сай артықшылықтары мен ерекшеліктері бар. Мысалы, ұзақ уақыт бойы бір істе фокусын ұстап тұра алады. Жаңа ақпаратқа ашық болмаған соң, естігенінің бәріне қызығып, түбін зерттеп кетпейді. Бұл адамдардың ойын ауыстыруы қиын, өз принциптеріне берік. Олар реалист болады, нақтылықты жақсы көреді. Ашықтықтың 5 бағыты бар. Оқиғаларға ашық. Эстетика, әдемілікті жаны сүйеді. Білімге ашық. Жаңа идея, инсайт, құндылықтарды тез қабылдай алады. Эмоцияға ашық. Өзіне жаңа сезімдерді сезіп көруге рұқсат береді. Реакцияға ашық. Әртүрлі жаңа әрекеттерді жасап көруден қашпайды. Алдануға ашық. Эзотерика, фантазия, түс, иллюзия деген дүниелерге сенгісі келеді. Бұл адамдар не дейді? Қиын тақырыптарды тез түсінемін, сөздік қорым бай, мен жақсы жаза аламын, жаңашылдықты жаным сүйеді, фантазиям жақсы, эксперимент жасағанды жақсы көремін, өзімді табу қиын, тез жанып, тез өшемін, тез ішім пысады. Толерантты болу маңызды, басқа ойлармен санасамын, команданы жақсы басқарамын, жаңа идеям көп, жан-жақты ойлана аламын, мені арманшыл деп айтады. Философияны жақсы көремін, ақпаратты жақсы байланыстыра аламын, барлық жерде сұлулықты жақсы көремін. Ашықтығы төмен адамдар не дейді? Менің ертеңгі күнім нақты жоспарланған, маған процесс қызық, фантазияға жоқпын, нақты мамандықтар ұнайды,
Философиялық әңгімелерден ішім пысады. Адамдармен алыстан сыйласамын, бірден ашылмаймын. Қызығушылығым тұрақты. Адам ұнамаса әңгімесін тыңдамаймын. Түсініксіз заттарды істемеймін. Қатал ұстанымдар ұнайды. Басқалар мені тұрақты деп айтады. Ашықтығы жоғары адамдар үнемі интеллектуалды стимуляция іздейді. Жаңа тәжірибеге ашық болады. Кәсіппен айналысуға, басқаруға бейім. Жан-жақты істермен айналысып кете береді. Сонымен қатар қасына интеллекті жоғары серіктестерді іздейді. Яғни жұбайының, досының, араласатын адамдарының интеллекті жоғары болуы тиіс. Терең қарым-қатынас құра алады. Өмірден барлық істен мән мағына іздейді. Жарқын түстерді жақсы көреді. Ашық адамның әлсіз тұстары қандай болуы мүмкін? Мақсат тұрақсыздығы бар. Дисциплинасы төмен, тұрақтылықтан қиналады. Біреу оны басқарғанын ұнатпайды. Еркіндікке құмар. Ашықтығы төмен адамдардың да әлсіз тұстары бар. Қырсық, эмпатия төмен, шыдамсыз, толерант емес. Сезімдерге жабық. Алекситимия, эмоция сезіну қиын. Еңбекқорлық, кропотливость. Ашық әрі еңбекқор, қажырлы адамдар өмірде биіктерді бағындырады. Жоғары позицияда болады. Еңбекқор адамдар қандай болады? Ұқыпты, қырсық, өнімділігі жоғары, дисциплинасы жақсы, эффективті, тыңғылықты, сыни тұрғыда ойлана алады, импульсін басқара алады, денесін басқара алады, денсаулығы мықты, амбициясы жоғары, жауапкершілігі мол, сабырлы, сақ. Бұл адамдар өзі туралы не дейді? Уақытты босқа өткізбеймін, мен жоспармен жүремін, барлығының өз орында болғанын қалаймын. Тиянақты адаммын. Жаңа істі бастап кету оңай. Тізіммен, жоспармен әрекет еткенді ұнатамын. Бастаған ісімді міндетті түрде аяқтаймын. Менің дисциплина мықты. Мен тез әрекетке көшемін. Тез шешім қабылдаймын. Бір мақсатпен ұзақ уақыт жүре аламын. Менде барлығы өз орында тұрады. Реттеуден, жинастырғаннан ләззат аламын. Маған нақты жоспармен жүрген ұнайды. Ретсіздік мені ашуландырады. Тиянақсыз адамдар ұнамайды. Мен перфекционистпін. Бірінші реттен дұрыс жасағым келеді. Бәрі заң жүзінде болуы керек. Менің жауапкершілігім жоғары. Өтірікті көтере алмаймын. Тиянақты адаммын. Тазалықты сүйемін. Әділеттілікті ұнатамын. Еңбекқор, қажырлы адамдар тазалықты қатты жақсы көреді. Олар иерархияны, авторитарлықты ұнатады. Нақты алгоритм, тапсырма берсең, жоғары деңгейде орындап шығады. Яғни мықты менеджер, әкімші бола алады. Салыстырмалы түрде ұзақ өмір сүреді. Бір қызығы, мұндай адамдар сирек ажырасады. Әлемде еңбекқор адамдарды орта таптан көп кездестіруге болады. Бұл адамдар тыйым салынған нәрселерден алшақ жүреді. Сонымен қатар олар үшін статус өте маңызды. Тым еңбекқорлардың кемшілігі қандай? Жетістікке жету үшін болашақ ресурсын құрта алады. Мысалы, дәл қазіргі істеп жатқан жұмысы үшін денсаулығын беруге дайын. Тоқтамай, талмай жұмыс істей алады. Шындықты қабылдауы қиын. Ұялып, өзін кінәлі, пайдасыз сезінуі мүмкін. Дисциплинасы төмен адамдарды жақтырмайды. Дефицит позициясы бар. Яғни бойында сараңдығы болуы мүмкін. Аяқ асты үлкен өзгерістерге бейімделмеген. Ал еңбекқорлығы төмен адамдар қандай болады? Алаңғасар, жоспарсыз, жиналмаған, жеңіл, қылмысқа бейім, заңды ұнатпайды, істі шегере беру әдетке айналған. Бір қалыпты өмір сүреді. Хаос болса да,
жақсы шешім қабылдай алады. Бұлар өзі туралы не дейді? Мен үшін шабыт, мотивация маңызды. Күнімді жоспарламаймын, тез бейімделе аламын, ретсіздік мені мазаламайды. Өмірлік үлкен мақсаттарым жоқ. Ақша маңызды емес, мансап қатты қызықтырмайды. Бос уақытым көп, импровизацияға жақынмын. Керек болып жатса, заң бұза аламын. Кейде ойланбай әрекет етемін. Денсаулығыма зиянды әдеттерім бар, өзіме тыйым сала алмаймын. Өмір сүру үшін жеткілікті ақша болса болды. Күнде душ қабылдамаймын. Ашықтығы мен еңбекқор адамдар нағыз генийлер. Әлемде мұндай адамдар өте аз. Олар көбіне дәрігер, ғалым, инженер, бағдарламашы, басқарушы болуды таңдайды. Мықты лидерлер шығады. Дегенмен эмоциясының шегі төмен, достары аз, қарым-қатынасы нашар болып келеді. Ашық, алайда еңбекқорлығы төмен адамдар өнер саласында қызмет ете алады. Бұл адамдар бір жерде ұзақ қалса, іші пысады, қызығушылықтарының артынан жүре алады. Ретсіз байланыстары өте көп. Эксперименттерді жақсы көреді. Мұндай адамдар басқаларға жан-жақты әрі қызық серіктес бола алады. Еңбекқор, бірақ ашық емес адамдар заңға қатысы бар мамандықтарды таңдап, мемлекеттік қызмет атқарады. Бухгалтер, логист, сот орындаушысы, полиция қызметкері болуы мүмкін. Олар қарым-қатынаста бір қалыпты, тұрақты болады. Экстраверсия. Көп адаммен араласқанды жақсы көретін, содан энергия алатын жандар. Экстраверттер айналадағылардан өзіне позитивті стимул, эмоция және энергия алады. Бұл көбіне ген арқылы беріледі. Ерекшеліктері қандай? Мінезді, лидер, басшылық қызметке ұмтылады, адамдарды сендіре алады, мықты позициясы бар, бәсекелескенді жақсы көреді, өзінің қалағанын алады, басқалардың назар аударғандарын қалайды. Ойын еркін бөліседі, адамдарды қызықтыра алады. Аз уақыт аралығында дос тауып алады. Басқалардың назарынан, олардың тыңдағанынан энергия алады. Ашық, сыр сақтау өте қиын. Әңгімені оңай алып кетеді. Басқаларды біріктіре алады. Ерекшеліктері қандай? Энтузиазмы жоғары, оптимист, энергиясы мол, көп күледі, жымиып жүреді, айналасы қуанышқа толы, эмоцияға еркін, бауырмал. Бұл адам өзі туралы не дейді? Адамдарға сенемін, мерекелік бас қосуларды жақсы көремін, бірден лидер бола аламын, бейтаныс адамдармен тез араласып кетемін, басқаларды жігерлендіре аламын, энергия беремін. Менің ойымша бәрі мейірімді және шынайы. Ойын-сауықты ұнатамын, мақтануды жақсы көремін, жалғыз қалсам шыдай алмай кетемін. Жеңісті, жетістікті жаным сүйеді. Конфликтіден қашпаймын, жарысқанды ұнатамын, бар назардың менде болғаны ұнайды. Ақша құртуды жақсы көремін. Жақсы демала аламын, үлкен қалаларда тұруды таңдаймын. Белсенді спорт түрі қызықтырады. Бауырмалмын, құшақтасуды жақсы көремін, тез сөйлеймін. Экстраверттер вербалды, яғни жақсы сөйлейді, спикер бола алады, және мануалды, яғни қол шеберлігі дарынды болып келеді. Қашан қарасаңыз да жымиып жүреді. Олар тамақты жақсы көреді, сонымен қатар интроверттерден қарағанда аз ойланады. Бұл адамдар әшекейді жақсы көреді, себебі өзіне назар аудартқысы келеді. Көзге түсуі керек. Негізі адамның образына қарап-ақ экстраверсиясының қандай дәрежеде екенін байқауға болады. Өз дегенін жасататын адам болған соң, тәуекел еткенді де жақсы көреді. Кемшіліктері қандай? Импульсивті,
яғни көңіл күйі құбылмалы болуы мүмкін. Құмар ойындар ойнауы мүмкін. Бұл адамға тұрақты стимул керек. Мақсаты, мотивациясы болмаса, өмірге деген қызығушылығын жоғалтып алады. Негізсіз тәуекелдерге бару қаупі бар. Адамдарға тез сеніп қалады. Өзі туралы жоғары пікірде. Төменгі көрсеткіш интроверсия. Бұл адам қандай болады? Позитивті эмоциясы аз, ішкі әлемі бай, көп қиялдайды, формалды өте аз сөйлейді. Адам көп болғанын ұнатпайды, көлеңкеде қалу ұнайды. Өмір сүру ритмі баяу, ешқайда асықпайды, өз жұмысы бар. Сыртқы стимулға мұқтаж емес. Баяу және бақылаушы. Сырттан қарап тұрады, іштей бағалайды. Ойланып сөйлейді. Олар өздері туралы не айтады? Үлкен әрі кең жерлерді таңдаймын. Өз ритмінде өмір сүремін. Тәуекелді есепке аламын. Эмоционалды емеспін. Тыныштықты таңдаймын. Жалғыздықтан қорықпаймын. Сөйлеуден қарағанда жазуды таңдар едім. Көп оқып, көп бақылаймын. Әдемі сөйлей алмаймын. Іс бастамас бұрын көп ойланамын. Ұялшақ емеспін. Тек үнсіздікті таңдаймын. Баяу әуен тыңдаймын. Кейде сұрақтарға баяу жауап беремін. Барлық сұраққа тез, оңай жауап бере салатын адамдардың қатарынан емеспін. Жағдайға байланысты кейде екеуінің орнын ауыстыра аласыз. Дегенмен бұл ұзаққа созылмайды. Амбиверт деген термин бар. Яғни адамның бойында экстраверттің де, интроверттің де белгілі бір қасиеттері болуы мүмкін. Экстраверттер комфортта жақсы әрекет етеді. Интроверттер хаоста да жұмыс істей береді. Позитивті мотивация да осындай. Экстраверсиясы жоғары адамдарға мотивация қатты керек болса, интроверттерге ол қатты маңызды емес. Жұмыста экстраверттер не істейді? Үнемі көз алдында жүреді. Тез қимылдайды, айналасын шулатып, көпшілік ортасынан табылады. Көп сөйлеп, аз тыңдайды. Күні бойы адамдармен кездесіп, сөйлесуге дайын. Кез келген ортада лидер бола алады. Процесс басталып кеткен болса да, ортасынан кіріп, түсініп кетеді. Жауапкершілік алғанды жақсы көреді. Сөз таластыруға бейім, сенгіш, ақкөңіл болып келеді. Адамдар туралы жақсы ойлайды. Мақтап жүреді. Басқалардың көңіліне тиіп кетпеу үшін абайлап сөйлейді. Жұмыста интроверттер қалай жүреді? Олар жалғыз жұмыс дегенді ұнатады. Кешке дейін кабинеттен шықпай, бір орында отыра алады. Байланыстың онлайн, дауыссыз және бейнесіз түрін таңдайды. Тыныштықты сүйеді, үнсіздікте отырып ойланады. Ойындағысын тік айтады. Адамдарды ренжітіп аламын-ау деген ой мазаламайды. Артық жауапкершілік алғысы келмейді. Аккомодация, қамқор болуға бейім, бәріне жаны ашып жүретін адамның сипаты. Ерекшеліктері қандай? Мейірімді, жылы, жанашыр, альтруист, эмпат, шыдамды, шыншыл, жағымды, адамгершілігі мол, келісімге келуге бейім. Өзі туралы не дейді? Мен басқаларды жақсы түсінемін. Менің жанымдағылардың өзін ыңғайлы сезінгенін қалаймын. Мысалы, бұл адамның көлігіне отырсаң, өзіңді жайлы сезінесің. Қалыпты айдайды, музыкасының дауысын қатты шығармайды. Барлығы бар. Сізбен ақылдасады, сіздің ойыңызды сұрайды. Адамдардың қалауын алдын ала реттегім келеді. Басқаларға уақыт бөле аламын. Басқалардың қалай өмір сүретіні маған қызық. Адамдардың көңілін қалдырғым келмейді. Маған алғыс айтқанын қалаймын. Басқалар үшін өз уақытымды қия аламын. Басқалардың ойына құлақ саламын. Статусы биік адамдарды құрметтеймін.
Өзімнің басқалардан жақсы екеніме сенемін. Мен жұмсақ әрі шыдамды адамын. Сөз таластырғанды жақсы көрмеймін. Тым көп мақтаса, өзімді ыңғайсыз сезініп отырамын. Басқалар туралы жаман ойым болса да, оны айтпас едім. Статусы жоғары адамдармен сөз таластырмаймын. Кейде өз өмірімді сүріп жүрмеген сияқтымын. Яғни, аккомодациясы жоғары адам өзінен гөрі басқалар туралы көбірек ойлайды. Кемшіліктері қандай? Тәуелді қарым-қатынасқа бейім, жеке шекарасы әлсіз, серігінің көңіл күйі жақсы болса, бұл да бақытты. Ол ауырып қалса, бұл да ауырып қалады. Мета бағдарламалардың ішіндегі еріп кету ұстанымы тән. Өзін-өзі бағаламайды. Әдетте бұл адамдардың статусы, айлығы, табысы төмен болады. Табысы жоғары болуы үшін кейбір адамдарға қарсы шыға алуы керек. Мансап жолында да көтерілу үшін кей тұстарда мінез керек болады. Ал аккомодациясы жоғары адам олай айта алмайды. Пассивті-агрессивті әрекет ете алу. Конфликт, түсінбеушілік туындаса, дәл сол жерде айтып шеше алмайды. Артынан ренжіп жүруі мүмкін. Шыдамдылық пен тосынан әрекет ете алу қабілеті төмен. Басқалардың жеке шекарасына шабуыл жасай алады. Мен жақсылық жасап жатырмын, көмектесіп жатырмын, құтқарып жатырмын деген оймен адамдардың жеке шекарасына өтіп кетеді. Өзінің де өзгенің де қателіктеріне шыдай алмайды. Бәрі мінсіз болғанын қалайды. Аккомодациясы төмен адам қандай болады? Конкуренция және жеңісті жақсы көреді. Кекшіл, өзімшіл, есеппен жүреді. Қарсы шыға алады, қауіпті, сенім ұялатпайды. Қырсық, мақтаншақ, тәкаппар, өтірік айта алады, жауыз, манипулятор, шыдамсыз, қатты, кінәлаушы, статусқа құрмет жоқ, агрессиясы бар, әдетте табысы көп болады. Олар өздері туралы не айтады? Ешкім келіспесе де өз ойымды еркін жеткізе аламын. Қарсыласуды жақсы көремін. Өзімді тыңдата аламын. Адамдар маған бағынуы керек деп ойлаймын. Өмір әділетті болғанда, бұдан да биік дәрежеде болар едім. Бірдеңеге қол жеткізген болсам, бәрі өз еңбегімнің арқасы. Басқалардың ойы мазаламайды. Үнемі жеңіс жетіп үйренгенмін. Қолдауға мұқтаж емеспін. Ренжіген адамның көңіліне қарамаймын. Аккомодация төмен болуының өзіндік кемшіліктері де бар. Оның статусы, қызметі төмен болады. Аз уақытқа ғана биікке көтерілуі мүмкін. Дегенмен кейіннен қайта түсіп кетеді. Оқуға деген қызығушылығы аз, агрессиясы жоғары болып келеді. Жұмыста да, қарым-қатынаста да тұрақтылық аз. Ер адамдарға қарағанда, әйел адамдардың аккомодациясы биіктеу болып келеді. Бір қызығы, аккомодация өмір сүру ұзақтығына әсер етеді. Мұны бақыт гормоны серотонинмен байланыстырсақ болады. Яғни, сіздің біреуге пайдаңыз тисе, өзіңізді бақытты сезінесіз. Еңбекқорлық пен аккомодацияның екеуі де төмен болса, бұл адамның қылмыскер болып кету қаупі жоғары. Нейротизм. Мұны өзгертуге, азайтуға болады. Нейротизмі бар адам қандай қауіпті сезсе де бірден паника жасайды. Бұл адамдар нағыз түймедейді түйедей ететін жандар. Нейротизм жоғары болса, агрессордан назар алу қиын. Әлемге және өзіне деген көзқарасы төмен болады. Бұл адам өзі туралы не айтады? Мен көп қайғырамын, уайымшыл адаммын. Басқалардың ісіне араласпаймын. Бір жамандық болатын сияқты. Өзіме деген сенімім аздау. Ең жаман сценарий болады-ау. Маған бір жамандық болатын сияқты. Тез ашуланамын. Өзіне сенімді,
шулап жүретін адамдар ұнамайды. Көңілім тез түсіп кете береді. Эмоциямды басқару қиын. Көңіл күйім тез ауысады. Сынды көтере алмаймын. Басқалардың үмітін ақтай алмау қалудан қатты қорқамын. Ішімнен басқалардың мені ренжіткен сөздерін қайталаймын. Нейротизмі жоғары адамдардың ажырасып кету ықтималдылығы жоғары. Үнемі өміріне көңілі толмай жүреді. Сынды өзіне қабылдап ала береді. Өзін-өзі бағалауы төмен, дегенмен олардың ұзақ өмір сүру мүмкіндігі тым жоғары. Себебі нейротизмі жоғары адам мүмкін болатын қауіп-қатердің алдын алып жүреді. Нейротизмнің де пайдасы, артықшылықтары бар. Бұл адамдар басқалар байқамайтын қауіптерді көріп, байқайды. Қателіктердің алдын алады. Өз басынан өткен қиындықтардан басқаларды құтқарады. Сол қиыншылықтардан үлкен күш алады. Соның нәтижесінде танымал жазушы, әнші, мықты тұлға болып кетуі ықтимал. Нейротизмді азайтудың бірінші жолы спорт. Кардио жаттығулар, медитация, дұрыс жасалған құлшылық көмектеседі. Сонымен қатар окситоцин, бақыт гормоны беретін байланыстарды көбейту керек. Яғни, сіздің басқалармен байланысыңыз болуы керек. Мысалы, мысықты сипағаныңыз, балаңызды құшақтаңыз, тағы басқа сол сияқты. Арнайы дәрілерді қабылдау арқылы да нейротизмнен арылуға болады. Нейротизмі төмен адам не айтады? Стресс жағдайында да жақсы әрекет етемін. Сирек қорқамын, көбінесе өзімді қауіпсіз сезінемін. Эмоционалды тұрақты адаммын. Әдетте сабырлымын, сирек ашуланамын. Мәселелерді пайда болған сәтте тез шеше аламын. Мені ашуландыру қиын. Сын көтере аламын. Маған риза болмаса да қатты көңілім түспейді. Бұл психотиптердің алғашқы төртеуі өзгермейді. Олар генмен берілді. Ал нейротизмнің деңгейін төмендетуге болады. Психотиптердің қайсысы болмасын, сіздің жаман не жақсы адам екеніңізді айқындамайды. Керісінше, өзіңізді тануға, адамдармен жеңіл, түсінікті қарым-қатынас құруға осы психотиптер қатты көмектеседі. Олар бір-біріне әсер етеді. Бесеуімен де танысқан соң, ерекшеліктеріне де мән беріңіз. Ең алдымен, өз әрекеттеріңіздің түпкі себебін білуге көмектеседі. Одан кейін, жұмыста, ортада, өмірде, түрлі адамдармен араласқанда да септігі тиетіні анық.